26 жастағы Андреа Ребелла көп адамның армандаған өмірін сүрді. Кең үй, қымбат көлік, әлемді шарлау, сұлу модель Грейсимен қарым-қатынас. Бірақ сырт көзге мінсіз көрінген бұл өмірдің артында қорқынышты құпия бар еді. Осындай атақты адамдардың сырты бүтін болғанмен, іші арғы жағы түтін. Бұлар өз аналарын аяусыз өлтірген атақтылар. Сонда не үшін өлтіреді? Атақ, ақша, бәрі бар бұларда. Сонда бұларға не жетпейді? Ендеше бұл шытырман оқиғаны бірге талқылайық. Видеоны соңына дейін қарап, егер бейнеролик ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Ребелла отбасысы Австралияның Перт қаласында тұрды. 2020 жылдың 25 мамырында олардың өміріне үлкен қайғы болатын Андреаның анасы Колин Ребелла қайтыс болды. Колиннің 4 баласы бар еді. Қызы Моника және 3 ұлы Джулиан, Андре және Фабиан. Үлкен ұлдары Джулиан мен Андре бөлек тұратын, ал Моника мен Фабиан анасымен бірге өмір сүретін. Сол күні Фабиан жұмыста болатын. Сағат 2-де жұмысы аяқталып, анасын күтіп тұрды. Бірақ Колин келмеді. Телефонына бірнеше рет қоңырау шалғанмен жауап ала алмады. Ақыры үйіне жаяу қайтып, кірген бетте жуынатын бөлмеден су ағып тұрғанын естиді. Жуынатын бөлменің есігін қаққанда ешкім жауап бермейді. Ашып қараса, анасы жерде ес-түссіз жатты. Фабиан бірден жедел жәрдем шақырып, қолдан келгенше алғашқы көмек көрсетті. Алайда дәрігерлер келгенмен ешқандай көмек көрсете алмады. Колин Ребелла мейірімді ана еді. Бұрын отбасылық жеке кәсібі болған. Бірақ күйеуімен ажырасқаннан соң жұмыссыз қалды. Балаларын асырау үшін мейрамхана қызметкері болып жұмыс істеді. 51 жасында бакалавр дәрежесін алып, университетке оқуға түсті. Өлерінен 2 апта бұрын ол денсаулық сақтау департаментінде жаңа жұмысқа орналасқан еді. Колин өз денсаулығына мұқият қарайтын. Ол жүрек ауруымен ауыратын. Соған қарамастан үнемі фитнеспен айналысатын. Ортаншы ұлы Андреа сүйіктісі Грейсимен және олардың ортақ ұлы болды. Грейси модель әрі блогер. Интернетте танымал адам еді. Ал Андреа өзін криптовалюта саласының маманымын деп есептейтін. Ол үлкен табыс табатынын айтқанымен, іс жүзінде тек қана ақша жоғалтумен болды. Отбасының негізгі табысын Грейси қамтамасыз етіп отырды. 2020 жылдың мамырына қарай Андреа мен Грейси 120 мың австралиялық доллар шамасында қарызға батып қалды. Сол айда Колин кенеттен қайтыс болды. 25 мамыр күні таңертең Андреа ешкімге айтпай кенеттен үйден шығып кетеді. Грейси оған бірнеше рет хабарлама жібереді. 12 рет қоңырау шалғанмен жауап ала алмайды. Түске қарай Андреа қайта оралады. Ештеңе болмағандай, тек қана Грейсиден кешкі асқа қайда баратынын сұрайды. Дәрігерлер анасының өлімін жүрек талмасынан болды деп пайымдады. Себебі денесінде жарақат іздері жоқ. Үйден ештеңе ұрланбаған, есік терезе жабық тұрған. Алайда кейінірек Колиннің үлкен ұлы Джулиан күмәндана бастады. Ол анасының құжаттарын қарап отырып, оның жүргізуші куәлігінің жоғалғанын байқады. Жалпы суммасы 1 миллион доллардан асатын бұл сақтандыру құжаттары анасы қайтыс болардан 2 апта бұрын жасалған екен. Сонымен қатар Андреа анасының атынан жалған медициналық анықтамалар жасап, барлық мұрагерлікті өзіне жазып алған. Ол анасының бүкіл мүлкін иемденіп, бауырлары мен әпкесін ештеңесіз қалдырмақ болды. Алаяқтық әрекеті аяқталғаннан кейін сақтандыру компаниясы полицияға шағым түсіреді. Тергеу барысында Андреаның анасының өліміне қатысты болуы мүмкін екендігі белгілі болды. Оның үйіне жасырын тыңдау құрылғылары орнатылып, Грейсимен сөйлескен әңгімелері жазылды. Грейси одан «Бұл не масқара? Бізді неге қиын жағдайға қалдырдың?» деп сұрағанда, Андреа «Мен түрмеге отырмаймын, ақшамды алып, бұл елден кетіп қаламын» деп жауап берген екен. Андреа тергеу кезінде интернетте өзін бақытты өмір сүріп жатқан адам ретінде көрсетіп, Грейсимен бірге бейнероликтер жариялай берді. Бірақ 2 жылдық тергеуден кейін 2022 жылдың қарашасында ол анасын өлтірді деген айыппен ресми түрде тұтқындалды. Ол Грейсиге өзін табысты кәсіпкер ретінде көрсеткісі келіп, қарызға белшесінен батып, ақыры өз анасын айуандықпен өлтірген. Егер жоспары жүзеге асса, сақтандыру ақшасын криптовалютадан тапқан пайдасы деп көрсетіп, барлығын сендірмекші болған екен.
Өкінішке орай, Колин өлгеннен кейін офицерлер бейнебақылаулардан ешқандай айғақ таппады. Бірақ анасының өлімінен кейін оның сақтандыру компаниясына бірнеше рет барғаны белгілі болды. Сақтандыру компаниясы оған бас тартқаннан кейін ол әдейі өтірік құжаттар жасатып жүрді. Оның компьютерін қарағанда барлық мәліметтер жойылғаны белгілі болды. Бірақ ол браузердегі соңғы іздеген деректерді өшірмеген екен. Ал компьютерден қылмыстан құтылу жолын іздеген екен. Андре барлығын ешкім байқамайтындай істеген. Дегенмен ол бірнеше қателіктер жіберген. Жуынатын бөлмеде Колин шешінбей, әшекей бұйымдарын шешпей өлген. Ал қызы анасының әшекей бұйымдарын шешіп, шашын жинап қана жуынатын бөлмеге кіретінін айтты. Сотта ол өзінің кінәлі емес екендігін айтты. Бірақ анасының ақшасын өзіне алғанын мойындады. Оны адвокаты қанша қорғаса да, барлық айғақтар Андреаға қарсы болды. Анасын аяусыз өлтіргені және барлық мүлікті өз атына аударғаны үшін, жалған құжаттар жасағаны үшін Андреа Робелла өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Танымал, табысты әдемі жұптардың артында үлкен қылмыстық іс тұр. Міне достар, бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Бұл оқиға сізді таңғалдырса, қызық болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қолдау көрсетіп, лүпіл басып, басқа да қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.